Қазақ салтпен қарайын, ырымға балап талайын, салт дәстүрін сақтаған армысыздар ағайын. Бүгін назарларыңызға тағы да Сейіт қазынасынан 85 тыйым сөз виртуалды акциясын ұсынамыз. Қоғамда бет аузын бояған ұлдар, ашық-шашық киінген арулар көбейді. Бірақ оларға бала кезінен берілген тәрбие дұрыс болмағандықтан біздің сөзіміз әсер етпейтіні белгілі. Егер оларға үлкендердің жолын кеспе, сөзін бөлме, бүйіріңді таянба, Құранды, тамақты баспа, бос бесікті тербетпе, үлкеннен бұрын сөйлеме, үлкеннен бұрын тамақ жеме, үлкеннен бұрын отырма, үлкеннен бұрын жатпа, үлкеннің бетінен алма, шақырмаған жерге барма, рұқсатсыз үйге кірме, жұрт көзінше кекірме, жұрт көзінше қасынба, жұрт алдында құлағыңды шұқыма, адамға қарап тоңқайма, кісіге қарап керілме, жерді сабама, жерді тепкілеме сынды тыйыммен тәрбиелесе, ұлт болашағы бұлай құлдырамас еді.